Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді палау дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазанға майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Менде қазы және сиыр еді. Етіміздің суы тартылған соң, оған пияз қосамыз. Пиязды жұмсарғанша қуырамыз. Сәбізді ұзынша етіп турап, қазанға саламыз. Оның үстінен қайнаған су құйып, 15 минутқа бетін жауып, жай отта бұқтырамыз. Сәбізді бұқтырғанда тек қайнаған суды құйыңыз. Егер сіз жай қайнамаған су құйсаңыз, сіздің етіңіз қатты болып қалады және сәбіздеріңіз тырысып қалады. Біздің сәбіздеріміз жұмсарып болды. Енді оған арнайы палауға арналған дәмдеуіштерді қосамыз. Бір ас қасық шекер қосыңыз. Егер сіз палауға шекер қосып көрмеген болсаңыз, онда міндетті түрде қосуды ұсынамын. Көріңіз, дәмі өте керемет болып шығады. Дәмдеуіштердің барлығын араластырып болған соң, күрішімізді саламыз. Күрішті сәбіз етпен бірге араластырмай, тек бетіне ғана видеода көрсетілгендей жайып шығамыз. Енді қайнаған су құямыз. Бұл жерде де қайнаған су құю маңызды, өйткені салқын суда күріш тырысып қалады. Суымыз күріштен кішкене ғана асса жетеді. Егер көп су құйып қойсаңыз, күріштер бір-біріне жабысып қалады. Ең соңында дәміне қарай тұзын қосамыз. Өз қалауыңызбен палауға сарымсақ, лавр жапырағын қоссаңыз болады. Енді палауды демдейміз. Ол үшін барлық күріштерді ортаға жинаймыз және ағаш таяқшаның көмегімен видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Бұл артық сулардың шығып кетуіне көмегін тигізеді. Қақпағын жауып, жай отта 40-45 минут пісіреміз. 45 минут өтті. Енді палауымызды етмен, сәбіз бәрін бірге қосып араластырамыз.
біздің қазы қосылған палауымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған арайлым.